Ертегі алтын басты ертегі деп аталады. Ертеде бір кедей болыпты, оның көршісі бай болды. Ол көршісінен балтаны сұрайды. Маған балтаны берші, өтінемін. Оның көршісі кедейге балтаны береді. Кедей кішкене отын шауып, бір кезде балтаның басы ұшып кетеді. Кедей: немене істейін, қайтейін? Ал бұл балтаның басы су айналатын диірмен суына құлап түседі. Ол диірменшіні көреді. Ол диірменшіге жүгіріп келеді. Ол диірменшіге айтады: менің балтамды алып берші, өтінемін. Диірменші бірінші рет қолын суға малады. Ол бір алтын басты балтаны алып шығады. Мынау ма сенің балтаң? Жоқ, ол емес, дейді кедей. Диірменші екінші рет қолын суға малады. Ол бір күміс балтаны алып шығады. Мынау ма сенің балтаң? Жоқ, ол емес. Диірменші үшінші рет қолын суға малады. Ол бір қара темір балтаны алып шығады. Мынау ма сенің балтаң? Я, бұл менің балтам, мынау менің балтам. Кедей өз балтасына қолын созғанда, диірменші оны тоқтатады. Қоя тұр, дүние қоныс емессің. Сен жақсы адам, адал жан екенсің. Мен саған сол үшін бұл алтын басты балтаны беремін. Бірақ та бұл алтын басты балта, ол сиқырлы балта. Сен берекең болады, ырыс болады, байлығың болады, ісің оңға басады. Алтын басты балта, ол сиқырлы балта. Мен саған сол үшін бұл алтын басты балтаны беремін. Бұл алтын басты балтаны сыйға ал. Кедей бұл алтын басты балтаны өзіне алады. Бірақ та оның көршісі оны бай көреді. Бай айтады: мынау қалай солай жақсы өмір сүре бастады? Сұрайын, кедей жақсы адам ғой. Бай кедейге келеді. Бай айтады: барлығын айт, қалай сен солай жақсы өмір сүре бастады? Кедей байға барлығын айтып береді. Бай өз қара темір балтасын алып отынға барады. Ол диірмен су айналатын суына келіп, өз қара темір балтасын алып лақтырып жібереді. Ол диірменшіні көреді. Ол диірменшіге айтады: менің балтамды алып берші, өтінемін. Диірменші бірінші рет қолын суға малады. Ол бір алтын басты балтаны алып шығады. Мынау ма сенің балтаң? Мынау ма сенің балтаң? Сөзді де айтуға үлгермеді. Бай айтады: менің балтам мынау, осы менің балтам. Бай бұл алтын басты балтаға қолын созғанда, диірменші байды итеріп жібереді. Қоя тұр, құлқыны тоймаған, қу неме, не сенің балтаң? Диірменші оның қара темір балтасын береді. Бай өз қара темір балтасын алып үйге барады. Ал бай кедейге қара алмай ішқұса болып көре алмайды. Ал кедей ол жақсы өмір сүре бастады, бақытты болды. Назарларыңа рахмет. Мен сендерді кітап оқуға шақырамын.